Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровке арналған Қарағандыға хат жібер атты бук-трейлер ұсынамын. Нұркен Әбдіров 1919 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы өңіріндегі нөмірі 5-ші ауылда туды. 1938 жылы 25 шілдеде Қарағандыдағы әуе клубында ұшқыш мамандығын алады. 1940 жылдың ақпанында әскер қатарына шақырылды. Соғыс басталғанда ол Орынбор әуе училищесінде оқитын. Орынбор әуе училищесін бітіргеннен кейін 1942 жылы 267-ші авиация дивизиясының 808-ші полкіне жіберілді. 1942 жылғы 19 желтоқсанда Нұркен Әбдіров және серігі атқыш радист Александр Комиссаров екеуі Боков-Пономаревка станциясы маңайында жаудың 6 танкісін, 3 атыс ұяларын, көптеген әскерлерін жойып жіберді. Ұшаққа жау оғы тиіп өртене бастағанда Нұркен ұшақты фашист танкілер шоғырланған бетке қарай бұрды. Осылай екеуі құлаған жерде қаншама жауды қырып ала кетті. Сарыарқа сұңқары осылай мерт болды. Осындай ерлігі үшін Нұркен Әбдіровке 1943 жылы наурыздың 31-де КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы мен Кеңес одағының батыры атағы берілді. Сарыарқа сұңқары Нұркен Әбдіровтің қаһармандығы бүкіл елге жайылды. Халық ақыны Қайып Айнабеков 1943 жылы отан қорғауға шақырған патриоттық жырлар шығарып, қас батырға Әбдірдің Нұркені деген толғауын өмірге әкелді. Әбдірдің Нұркені. Есімде ескірмейсің батыр Нұркен, атағы асқар, Алатаудан да үлкен. Ішінде жанған оттың жан қиярлық, көрінді ерлігісің көзге көркем. Атылдың жауға жайдай көкті жарып, қайнаған кек тызамен от боп жанып, оқ тиіп самолеттің өртенгенде жығылдың жау үстіне ойран салып. Өлмес жан жоқ, өлгеннің арманы жоқ. Жауынан өзін құсап, кегін алып, ең қиыны қысылшаңда ерлік еткен. Біз сені қалқам неге ұмыталық. Қалмайды Нұркен сенің атың тілден, құлақ жоқ сырға болып ілінбеген. Ел білген ер өлмесе сен өлмейсің, ұлы отан елім елеп түгел білген. Жанасып жарқырайсың сөнбей мүлде, қарлы қыс көзбенен жас күндіз түнде. Жорығың қашан болса көз алдымда, елесі қонып қалған жүрегімде. Қазақ батырының ерлігі қанша жыр хикаяға, ән мен әңгімеге арқау болды. Ер есімі ел есінде мәңгілікке қалмақ.